Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Үй жағдайында шаймен ішкенге керемет тәтті жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Керекті заттарды, ингредиентін видеоның төменгі жағына қалдырамын. Онды осылай салып, бөлме температурасында еріп тұрған сливочный масламыз салып, бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Араласып шыққан массамызға қант салып, тағы да араластыратын боламыз. Бір шай қасық разрыхитель салып, тағы да араластырамыз. Разрыхительді көп салмаңыздар. Бір жұмыртқамызды салып, бір келкі теста болғанша араластырып шығамыз. Міне бізде осылай теста шықты. 20 минутқа куленка пакетке салып, холодильникке қалдырамыз тындыруға. 22 дециметрлік формамызды осылай реттеп аламыз. Пергаментный қағаз төсеп, 20 минут холодильникте тынған қамырымызды екіге бөліп, формамызға реттеп салып аламыз. Осылай реттеп алдық. Салмасына қаймақ, 4 жұмыртқа, қант саламыз. Көп араластырмаңыздар. Жұмыртқа көп араластырған кезде көпшіп, ісініп кетуі мүмкін. Ванилин салып, бір келкеті осылай араластырып аламыз. Дайын салмамызды салып, 180 градуста пешке қалдырамыз. Менің арнамда ұнап жатса, арнама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.